Амансыздар ма қымбатты көрермендер, оқырмандар, денсаулық YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгін менде қонақта уролог дәрігер Батыржан Сабырханұлы. Қош келдіңіз, Батыржан мырза. Қайырлы күн, рахмет көп. Батыржан мырза, уролог, гинеколог деген сөзді естісек, бәріміз бір түрлі ұялып, қызарып, езуімізге автоматты түрде күл күйіріліп деп қаламыз. Расымен де осы екі маманға неге біз баруға, проблемамызды айтуға, тексерілуге ұяламыз, әлде қорқамыз ба? Әдемі, керемет сұрақ. Бұл енді сұрақтың төрі негізі ойлаймын, мынау бұрын кеңес үкіметінің келе жатқан, одан бері мынау қазақтың тәрбиесі ма, ұят деген сөз бар бізде. Ол сөздердің барлығы бізде табу болып саналған. Бұл енді отбасында жыныстық сауаттылық жайлы әңгіме айтылмайды. Баласымен сөйлескен кезде міне сенің осындай мүшелерің бар, міне мынау осы денсаулыққа қарау керек, оған жауапкершілікпен қарау керек деген сияқты сөздерді Болашақ әке анасың деп, айтпағанның әсерінен деп ойлаймын. Енді ол менің жеке өзімнің пікірім. Ал қазіргі кезде айта ма ата-аналар? Қазіргі кезде менің ойымша азайып кеткен секілді. Қазір енді қалалық тұрғындарда айтып жатады, бірақ жақында мен мынау шалғай ауылдарға барып келдім, урологтың консультациясын жүргізіп, сол кезде әлі де ұялатын, мынау көрсетуге, дәрігерге келгенде қысылатын әлі де бар екен адамдар. Оларды көбінесе келіншектері жазады, немесе жүріп жүрген болса қыздары жазады, немесе үлкен даптордай ер жігіттерді мамалар жазады, аналары. Біріншіден жаңа біздің тәрбиемізге байланысты деп қалдық. Сосын ер адамдардың қорқатын дүниесі, ол жаңа ел арасында тараған мифтердің бірі, егер де сенде урологиялық ауру, оның ішінде простатит болса, жаңа саусақ салып емдейді екен деген. Осы нәрседен қорқатын сияқты ер адамдар. Оның да енді шындығы бар негізі. Әлі күнге дейін келген кісілер кейде айтып жатады, дәрігер саусақ салып тексермейсіз ғой, деп. Бұл методика қалды ғой? Бұл методика қалды, себебі бұл негізі атауы бойынша саусақпен тексерудің, ол енді бұл бекітілген нәрсе. Егер де қандай да бір құрал жабдықтар жоқ болса, немесе бір шалғай ауылдарда болса, инструменттер жоқ болса, әрине онымен қарауға болады. Ол да өте информативный әдістің түрі болып саналады. Бірақ қазіргі таңда бізде ультрадыбыстық зерттеу бар, немесе басқа да құрылғылардың көмегімен дамып кеткен инструменттер қазір, соны арқылы көреміз. Бірақ ол протоколда саусақпен тексеру алынған жоқ медицинада. Ол европалық, американдық гайдлайндардың ішінде де бар. Пальцево-ректальное исследование, ол кәдімгідей неде жасалу керек осмотрда. Біз енді бүгінгі сұхбатта балаларға қатысты дүниелерді мүмкін уақыт қалса кейінге қалдырайық. Қазір енді ересек ер азаматтарға 25 пен немесе 18 бен 30 жас аралығында, 40 пен 50 және 50 мен 60 жас аралығында осы 3 мезгілге, кезеңге бөліп қойған кезде ер адамдар қандай ауруларға және қандай тексерістерден өту керек? Урологқа өз еркімен бару керек па, жоқ әлде міндетті түрде бірдеңе мазалау керек па, ауру керек па, дене қызуы көтерілу керек па, немесе кіші дәретке бара алмай қалу керек па? Қандай жағдайда және қай кезде сізге келу керек? Көп адамдар ойлайды, мен тек қана жаңағыдай симптомдар болса, ауырса, қышыса, көгерсе, бір бөртпелер шықса, сол кезде ғана барам деп. Негізінде көп аурудың бастапқы сатысында ол белгісіз, симптомсыз жүреді. Мысалға айтып жатқан 18 бен 25 аралығындағы бұл жыныстық кезеңнің басталуы, бұл көбінесе мынау білмегендіктен, немесе ұмытып кеткендіктен, немесе немқұрайлы қарағанның әсерінен жыныстық инфекциялардың болуы. Бұл көбінесе ВИЧ, сифилис, гепатит Б және С. Әрине ол қорқынышты аурулар болғанымен, ол кәдімгі күнделікті біздің тәжірибемізде болып жатқан нәрсе. Ол өте интимді нәрсе, конфиденциально, бұл құпия түрде сақталынады, бірақ біз ол нәрсемен кездесіп жатқаннан кейін айтпауға болмайды. Одан бөлек жыныстық инфекциялар, олар гонорея, хламидия, микоплазма, трихомонадалар ешқайда кеткен жоқ.
бір рет даже просто жыныстық қатынас болса да ол ағзада өмір сүре өмір береді. сүре береді. Ұйықтап жатады дейсіз ғой, Ұйықтап жатады. бір қазақша түсіндірсек. ВИЧ деп қалдыңыз ғой. Сіз жұмыс істегелі уақыт аралығында ВИЧ жұқтырғандар саны, ВИЧпен ауыратындар саны азайды ма, көбейді ме? Статистика Енді білесіз ба? қазіргі мен ВИЧ-тің маманы емеспін, мен Мгм. олай айта алмаймын, себебі ВИЧ негізі бұл иммунология Мгм. сол мамандыққа жатады, және ол арнайы спеццентр орталықтар бар, бірақ қазіргі таңда бұл ВИЧ жұқтырған адамдарға өзінің противовирусный препараттары бар, сол дәрілерді ішу арқылы СПИД орталығында тегін беріледі. Бұл әлеуметтік маңызы бар аурулардың қатарына жатады. Кездесіп жатады, науқастар, жігіттер көп келеді, мен уролог ретінде, олар білмейді қайдан жұқтырғанын. Сіздер Жыныстық жаңағы қан қатынастан ба? тапсыратын кезде міндетті түрде сол ВИЧке анализ тапсыртасыздар, иә? Міндетті түрде, иә. Мгм. Бірақ көбісінде қорқыныш ұялайды, бірақ мен өзім сабырға шақырып, приемның кезінде түсіндіріп айтам, вот мына ВИЧ орталығына барып, СПИД орталыққа барып, жаңа тіркеуге алынып, сол жерде противовирусный препараттарды күнделікті или мына өзінің уақытысында дер кезінде қабылдап жүрсе, ол асқыныстарға алып келмейді. Бірақ көбінесе кездесетін күнделікті тәжірибемізде болып жатқан, ол әсіресе бұл хламидия, микоплазма, гонорея, трихомонада. Көбінесе жастар енді болып қойғаннан кейін ертесі күні келеді, кейбіреулері тым келмейді, Асқынғанда келеді, иә? немесе асқынған кезде келіп жатады. Немесе отбасын құрған кезде, отбасын құрады ғой, тексерілмейді. Бала жоспарлайтын кезде барып, бір жарты жылдан кейін барып тексеріліп бастайды. Сол кезде барып қараса, ол қызда болсын, ер балада болсын, біреуінде инфекция шығып жатады. Сосын ол отбасы ұрыс басталады, керіс басталады, ол кімнен кінәліні іздеп деген сияқты. Сондықтан барлығына айтарым, ол үйленбей тұрып, тексерістен өтіп, шағын ғана чекап жасап, сол анықтап алған дұрыс. Ең дұрыс мәселе ол жыныстық қатынаста қорғану шығар, иә? Басты мәселе. Әрине. Енді қазір мынау көршілес мемлекеттерді айтып жатыр ғой, мысалға Өзбекстан дейді, енді оны бір ресми ақпарат па емес па білмеймін, бірақ айта кетейін дегенім, ол жақта отбасы құрар алдында міндетті түрде екі мына жас ер мен қыз, олар медициналық тексерістен өту керек екен. Содан кейін барып олардың отбасы құруға құқылары бар. Біздің Қазақстанда сондай енгізсе бір ол жақсы болушы еді. Қазір бізде қалай енді отбасын құратын жасқа пәтер алып береді, жарайды, иә, ол енді жақсы нәрсе ғой, бірақ енді қыздың жасауын жасайды, ер адамға жаңа денсаулыққа көңіл бөлмей тұрмыз, бірақ мына денсаулық деген сол қалғанда қалды, үйленгеннен кейін бастап, сосын басталады. Бала неге жоқ, кімнен, күшті айттыңыз сіз. деген сияқты мәселе кейін туындайды. Қыздың дүние мүлкіне, той жасауына, ұлдың үйленуіне бәріне қаражат табамыз, бірақ шын мәнде олар болашақ ана әке ретінде бір тексертпейміз екен ау, иә? Ойланатын дүние. Негізі адамның ағзасы бұл бізге тегін берілген биомашина ғой, ол өзі шамасы келгенше жұмыс істейді, инфекция вирус болса күреседі, аяққа тұрғанға шейін жанталасады. Сіз жаңа айтып отырған аурулардың көбісі білінбейді дедіңіз. Асқынған кезде ғана білінетін ең қауіпті ауру түрлері қандай? Ер адамдарда кездесетін. Енді біз айта кететін болсақ, жыныстық инфекциялар ол қазіргі таңда емделеді. Біз айтып жатқан жыныстық инфекцияларды бөлу керек. Ол қан арқылы анықтайтын ВИЧ, гепатит Б және С және сифилис аурулары. Бұл енді венерологиялық ауруларға жатады, және де біз мына урология, уретрит шақыратын аурулардың қатарына хламидия, гонореялар, олар мазок арқылы немесе таңғы зәр арқылы анықтайтын инфекцияның түрінен жатады. Бұларды ажырату қажет, себебі бұлар екеуі екі түрлі. Айта кететін нәрсе, олардың барлығы емделеді, бірақ бұлардың асқыныстары өте қауіпті. Бірден бір себебі бұл мынау бедеулік болуы мүмкін. Демек, белсіздік, импотент болып қалуы мүмкін, иә? Иә, енді жаңағыдай инфекция табылғаннан кейін отбасын құрды. Мысалға, жас отбасын құрды, одан кейін жарты жылдан кейін бала жоқ, кімнен, давайте тексерелік. Бірінші әрине біздің қыз келіншектеріміз өздері тексеріліп бастайды.
қыздарға үлкен құрмет ол үшін. Мгм. Өйткені сөздің барлығы мен Әйел ойлаймын адамға бірінші келеді. әйел адамға келеді. Содан кейін барып ер адам ойланып, пока әйелі айтып, урологқа жазыл, сені де айтып жатыр, тексеріл деген кезде барып келеді. И Онда то да қашып келген кезде қашып маған біз айтады ғой, неге келдіңіз енді, не мазалайды десе, әйелім жіберді, мен тексеріл жаңағы деп айтты тексеріл деп деп па? айтты деген сияқты. Содан кейін барып осындай жағдайлар кездескеннен кейін енді көңіліміз қалып жатады. Неге десеңіз, себебі өзім тәжірибемде бір кейс айтып кетейін. Осындай оқиға болған. Енді біз атын атап түсін түстемейміз, Әрине кім болып медициналық жатқаны құпия білмейміз, ғой ол. құпия. Бірақ сондай бір қынжылтатын нәрсе, ер мен осындай әйел кісі келіп, әйелі күйеуін приемға маған жазған екен. Соны келгеннен кейін барлығын сұрастырып, екінші рет тағы приемға келіп, тексерістердің бәрін өткеннен кейін мен ол кісіге айтамын, сіз балалы болу Ықтималдығы. ықтималдығыңыз аз. Сізге операция жасау керек. Және ол осындай кезеңдерден тұрады, алгоритмі бар өзінің. Содан кейін барып ол енді өзі көңілі босап маған айтады, мен бірінші әйелімнен сол үшін ажырасқан едім. Ал келіп отырған қазіргі ол екінші әйелі. Ол көзі жетпей, ол кімнен екенін білмей, баланың жоқтығынан, ол да бір себеп қой, отбасы институтының құлауына деген соның әсерінен болып жатқан нәрсе. И сол кезде барып Біле тұра екінші рет үйленіп, себебі екінші әйелінің баласы бар. Мгм. Ол да басқа екінші рет үйленіп тұр. екінші Жақсы. рет. Енді бұндай жағдайда операция жасау арқылы алгоритм бар деп қалдыңыз. Сіз айтып отырған дүние белсіздіктің қандай ауру түрі, жаңағы спермограмма туралы айтып отырған шығарсыз. Ол нені білдіреді? Спермограмманы қай кезде ер адамдар тапсыру керек? Егер әйел бала көтермеген жағдайда ғана тапсыру керек па? Үйленбей тұрып тапсырамыз ба? Үйленгеннен кейін де тапсыра береміз бе? Келесі балаларды дүниеге әкелу үшін қалай біз қадам жасаймыз? Ер азаматтар әрине. Әрине бұл сұраққа былай жауап берсек болады. Отбасын құрайын деп жатқан әрбір ер азамат өзінің отбасы бұл жауапкершілік. Ол өзіне ғана емес, ол қасындағы алып жатқан біреудің үміті. Ертең ол отбасы институтта құласа, ол екі жаққа да оңай болмайды. Сондықтан мен ер азаматтарға ылғи да айтып жүретін нәрсем, ол тексеріліп, кімнен екен, егер де біреудің балалы болу мүмкіндігінен айырма, ол қыз сенен болмаса басқадан көтеруі мүмкін. Ал ол қыз білген жоқ. Егер ол өзінің белсіз екендігін біле тұра сондайға қадамға барса, ол институт құлайды ғой ертең. Ол қашанғы ол көп жағдай статистика бойынша, сондай нәрсе болмас үшін ол спермограмма міндетті түрде тапсыру керек. Бірінші кезекте. Екінші кезекте көбінесе 18 жасқа толғаннан кейін бізде ер азаматтардың барлығы бұл әскери қызметке шақырылады. Сол кезде көп ер азаматтардың барлығында варикоцелия ауру анықталады. Ол енді оған дейін бармай жүреді, сонда урологқа? Оған дейін бармай жүреді, енді 18 жаста барлығын призывқа шақырып бастаған кезде хирург мамандар военкоматта отыратын варикоцелия ауруын анықтап, оның түрлеріне байланысты не қылады. Енді сол кезде біз варикоцелияның ауруының 3 деңгейі бар деп айтамыз, асқынысына байланысты. Оның барлығына операция жасаудың қажеті жоқ. Егер де соның операция жасау керек еместігін анықтау үшін спермограмма тапсыру міндетті түрде. Егер де варикоцелия ауруы осы спермограмманың мынау қимылына, қозғалысына, процентіне әсер етіп жатса, міндетті түрде спермограмманы көре аламыз біз. Өйткені варикоцелия ол температураның жоғарылап, ол сперматозоидтардың нашарлауына алып келеді. Пісіріп тастайды дейсіз ғой, былайша айтқанда, түсіндіріп айтатын болсақ. Спермограмма дегеніміз ол ұрықтың жылжуы, сапасын тексеретін дүние. Ол анализді тапсыру ауыртады ма, қалай болады, қиын ба деген сұрақ туындауы мүмкін ер адамдарда? Спермограмма тапсыру ол ешқандай да ауырсынсыз өтеді. Тек кішкене енді дискомфорт болуы мүмкін, себебі бұл нәрсе мастурбация арқылы жасалады.
Енді біз білеміз барлық иә бұл мынау пубертантты кезең дейміз, Мгм. екінші жыныстық жетілу, оны барлық ер азаматтар өтеді, подростковый возраст дейді ғой. Мгм. Сол кезден бастап ер жігіт, бозбала бұл мүшелерімен танысқан кезде міндетті түрде ол мастурбация кезеңінен де өтеді. Мгм. Ол ер азамат үшін Қалыпты жағдай, иә? қалыпты жағдай, ол жат нәрсе емес. Мгм. Сондықтан мастурбация жасау арқылы тапсырылады. Біріншіден, екіншіден ол жерде өзінің ережесі бар. Мгм. Мастурбация спермограмма тапсырардың алдында 3-4 күн жыныстық қатынас болмау қажет. Мгм. Бұл мынау монша, пар, иә, жақсы көретін нәрселер. Біздің Мгм. ер азаматтар ондай нәрсеге біз баруға тыйым саламыз. Спирттік өнімдер, Спирттік өнімдер, ішімдіктер. ішімдіктерді тыямыз. Содан кейін барып сол тапсыруға. Себебі сперматозоидтардың өндірілуі үшін кем дегенде 72 сағат уақыт керек. Ол 3 тәулік. Жаңалары туу үшін, иә? Жаңалар туындап, біз соның ішінде сапасын, қимылдайтынын анықтау үшін. Мгм. Сол жаңағы сапасын анықтағаннан кейін, сапасын жақсартуға, олардың жаңағы тірі сперматозоидтардың санын көбейтуге арналған ем түрлері, процедуралар бар ғой? Әрине бар. Енді бұл себебіне байланысты. Бірінші кезекте спермограмма, бұл әрбір қан анализі сияқты, зәр анализі сияқты, бұл да анализдің түрі. Мгм. Егер науқастар, ер азаматтар ол анализ дұрыс тапсырмаса, дұрыс дайындалмаса, спермограмма дұрыс шықпауы мүмкін. Нәтижесі теріс болуы Нәтижесіне мүмкін. көңіл толмауы мүмкін. Мгм. Сондықтан кей жағдайда біз ер азаматтарымызды қайта тапсыруға жіберіп жатамыз. Себебі біз бір анализді қарап, бұл белсіздік деп диагноз қоймаймыз. Мгм. Одан қорқудың қажеті жоқ. Жақсы, 18 бен 40-қа дейінгі аралықта өтетін бұл анализдер жаңағы жыныстық ауруларға қатысты, спермограммаға қатысты дедік. Енді 40-тан ары қарай, 40-тан 60-қа дейінгі аралықтағы ер адамдар урологқа тексерілген кезде неге мән беру керек? Өте жақсы сұрақ. Себебі бұрын соңды простатит ауруы бұл 50-ден кейін, Зейнетке шыққаннан кейін, содан аталарда кейін болатын кездесетін, иә? деп ауру деп еститін. Қазіргі таңда өте жасарып кеткен. Себебі бұл қимыл қозғалыстың аздығынан. Себебі қазір жастарымыздың барлығы, білесіздер, такси қызметіне жүргізуші болам, немесе дальнобойщик болып жұмыс Кеңседе істейтіндер, отырамыз, иә. кеңседе отыратындар, отырып жұмыс істейтін жұмыстың көбеюіне байланысты, енді заман талабына, бұл айтишниктерге де қатысты, көбінесе мына крипто, майнинг жұмыс істейтін азаматтарға да қатысты. Өйткені түнде жұмыс жасайды екен олар. Оны біз тәжірибеге байланысты біліп жатырмыз. Анау шетелдегілер Шетелдің уақытысымен уақытымен, иә. болғаннан кейін Қазақстанда түнде жұмыс жасағаннан осындай көптеген проблемалар туындап жатыр. Бұл енді простатит, ол қандай да бір 50 жастан кейін емес, ол қазіргі таңда 30-дан кейін болып жатқан нәрсе. Егер де моншаға дайындалмай түссе, моншадан шыққаннан кейін қарға аунап, ол организм өмірі түспеген, оны дайындықсыз барып аунай салса, немесе қазір қазақтарымызда мынау моржевание жасап, Мұздай мұздай суға суға түсіп жатады. Ол әрине дұрыс, ол контрастный душ қабылдаңыздар деп біз кеңес береміз, бірақ организмді кішкене дайындап алу керек. Содан кейін барып. Немесе бұл жаңбырлы кезде, қарлы кезде, қазір байқасаңыздар, мынау аяқ киімді киген кезде көп азаматтар байқайсыздар ғой, иә? Кроссовки жүреді, во-первых, во-вторых, мынау қысқа ғана шолақ шұлық дей ма? Сондай киеді. Қарасаңыздар, жеңіл киінгеннің әсерінен болып жатады. Сосын тағы бір нәрсе, бұл автокөліктегі орындықты жылтатын дүние, иә? Иә, Ол да болмайды ер адамдарға. Бұл айналып келген кезде әрине бұл сперматозоидтың қимыл қозғалыстығын азайтады. Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл ер адамдағы жұмыртқа немесе ұма деп айтамыз ғой. Ол бекерден бекер сыртта орналасып тұрған жоқ. Егер де адамның бұл температурасы 36-6 болатын болса, ал ол сыртқа орналасуы арқылы ол температураны түсіріп отырады. Сондықтан ол 35-5, 35-7 сондай болады. Неге? Себебі ол біздің сперматозоидтарға қолайлы температура. Комфортты зона дейсіз ғой. Ал Ағзаның егер оны ішінде көп тұрса, адамдар ысытып, жылытып, подогрев қолданып, немесе жаңағы бала жоспарлауынан да парға барып, баняға барса, әрине ол нәрсе сапаға әсер етеді. Простатит деп айтып қалып жатырсыз ғой. Бұл қандай ауру және оның асқынуы неге әкеледі? Сосын қазір енді скринингте простатитке тексерілу де расымен де 40 жастан бастап ер адамдар тексереді, қазір?
Ол өкінішке орай ол скринингтік бағдарламаны алып тастады. Сөйтті Ол ма? қателеспесем 2018 жылға дейін болды. Мемлекеттік бағдарлама болатын. Біздің ер азаматтарымыз мына ПСА деген анализдің түрін барып тапсыратын. Өте актуальды өзекті проблема, себебі бұл қуық асты безінің обыры, немесе рак дейміз ғой, соған алып келетін бірден бір себебі содан. Енді мынау жаңағы простатит деп айтып жатырмыз ғой, ол дегеніміз не? Ол біздің ер азаматтарда болатын қуық асты безінің қабынуы. Қуық асты безі айтып жатады ғой ер адамдар, еркектің екінші жүрегі деп. Енді ол әйел адамдарда болмайды ол нәрсе. Сондықтан бұл бір жағынан чудо природы дейді ғой, бір берген Табиғаттың ғажайып, табиғаттың несі, жаратылысы. бір жағынан қарап тұрсақ, бұл әттеген-ай дейтін сәттері бар, себебі жас келгенге байланысты ол простата безі ол өзінің мынау гиперплазияға ұшырап тіндердің өсуіне алып келеді. Енді оған қоса бұл қабыну процестері болып жатады. Жаңағы рак ауруын тудырады, Ол қуық асты безі. рак ауруының тудыруы ол енді бұл атипиялық жасушалардың пайда болуына байланысты. Бұл жерде гиперплазия мен және де қуық асты безінің обырының ара жігін ажыратып алуымыз керек. Ол енді ол бөлек нәрсе. Енді жаңа 40-тан асқан ер азаматтар простатит бар ма жоқ па, қалай тексереді? УЗИ арқылы ма, анализ тапсыра ма, не істейді? Бірінші кезекте уролог дәрігеріне келіп, ол өзінің симптомдарын не мазалайтынын айтса, біз соған қалай айтамыз. Көп адамдар приемға келіп жүріп айтады, менде простатит деп. Мен айтамын, қалай білесіз соның простатит екенін? Бір жерден оқып алған, видеодан көрген, естідім, менің досым да бар, менде сондай шығар деп келдім. Ол ондай емес, әрине әркімде ол әртүрлі. Оның белгілері болады, симптомдары болады. Ол басында симптомсыз болуы мүмкін. Кейінгі асқынған кезеңінде әрине ол бұл простатит ауруы бір күннің ішінде болмайды. Бұл өте баяу түрде дамитын ауру. Ешкім ертесі күні оянып, мен бітті простатит болдым деп айтпайды. Зәрі шыққан кезде баяулап, ол сығырлап, немесе оның түсі өзгеріп, дәретке бару жиілемейді ғой. Ол баяу түрде өтеді. Ол ер адамдар көбінесе ойлауы мүмкін, бұл норма нәрсе. Мен қартайып жатырмын ғой, организм тозып жатыр деп ойлауы мүмкін, ал негізінде ол ондай нәрсе емес. Сондықтан жылына бір рет осындай дәрігердің кеңесінен өтсе, ол әрине ол әр аурудың алдын алады. Сонда анализ тапсырады ма, УЗИ арқылы тексереді? Анализ тапсырады. Бірінші кезекте біз пациенттерімізден енді жыныстық инфекция аламыз. Ол өзінің денсаулығы үшін керек. Ол сол анализ тапсыру арқылы нақты біледі. Мейлі ол басқа отбасын құрған ер адам болса да жыныстық инфекцияға тапсыртқызамыз. Себебі білесіздер, микрофлораның өзгеруіне байланысты. Бұл енді бір адам емес, екі адамның қатысуымен болатын нәрсе болғаннан кейін микрофлора өзгерсе, молочница деп жатады, әйел адамдар, ол да ер адамға әсер етеді. Мысалға, немесе уреоплазма, гандронелланың концентрациясының көбейіп кетуі, ол да нормада болатын қалыпты микрофлора, бірақ ол көбейіп кетсе концентрациясы, сол кезде ол өзінің кері әсерін беріп жатады. Себебі оның мөлшері организмде көбейіп кетті, мысалға. Сондай сияқтыларды біз анықтап жатамыз. Екінші кезекте әрине бұл енді ультрадыбыстық зерттеу. Ультрадыбыстық зерттеу ол ешқандай да зияны жоқ. Ауыртпайды деп айтыңызшы. Ауыртпайды. Ешқандай бұл сәулелік диагностика емес. Бұл рентген емес. Қорқатын нәрсе жоқ. Зияны ешқандай жоқ. Гельді жағамыз, тексереміз да, түсіреміз да, жібереміз. Жақсы, гельді жағып тексеріп жіберіңіздер. Сіздерге келетін саналы, өзінің денсаулығын ойлайтын ер азаматтар көп болсын дейміз. Енді Батыржан мырза, қазір біз интернет әлемінде түрлі ақпарат бар. Оның үстіне қазір чат GPT қосылды. Күн сайын бір жаңалық еніп жатыр, естіп жатырмыз. Әйелдердің арасында әрине жаңағы гиалурон қышқылын салдыртатын, сексуалдық өзінің не деп айтамыз, қажеттілігін орындау үшін, жақсы ләззат алу үшін осындай егудің түрлері бар. Ер азаматтардың да арасында осындай гиалурон салдыру, мүшені өсіру деген жарнамаларды мен де көп көремін.
Бұл миф па, рас па, көмектесе ме, зияны бар ма, жоқ па? Әлде бұл маркетингтік бір әдіс пе? Көп ер азаматтар мүшесінің ұзындығын ұзартқысы келеді. Мгм. Біз приемға келген кезде айтамыз, ол табиғаттың жаратылысы. Біз енді бөлеміз ғой, біздің мына расамызға байланысты монголоидтық, европоидтық, азиаттық, африкалық деген сияқты. Біз айтамыз 11, 12, 13 сантиметр ол орташа мүшенің ұзындығы болып саналады. Ол норма. Норма. Енді әрине ол адамның қажеттілігіне байланысты. Олар ары қарай да ұзартқымыз келеді десе, ондай операцияның түрі бар. Оны бірнеше әдіспен ұзартуға болады. Бірақ біз келген науқастарымызға айтамыз. Маңыздысы ұзындығы емес. Маңыздысы біріншіден ол мүшенің қолданылуы, қалай қолдана алатындығы. Екіншіден ол жуандығы. Себебі отбасын құрғаннан кейін енді әйелдеріміз сужение жасап әлек, еркектер жуандатып әлек қой. Сондықтан қазіргі заманда ма? қазіргі заманның несі сол болып тұр ғой. Сондықтан айта кететініміз, бірінші себебі әрине бұл гиалурон қышқылы арқылы жуандатуға болады, бірақ ол өмір Уақытша бақи нәрсе, иә? емес, уақытша ғана нәрсе. Ол адамның метаболизміне байланысты 1 жыл, 1,5 жыл, 1 жыл 8 ай болуы мүмкін. Екіншіден, полимолочная кислота деген бар. Полимолочная кислота қышқыл арқылы жасауға болады. Бұл енді адамның организміне сәйкес келетін қышқыл. Яғни ол Оны бетке салатынды естіп жүрмін, бірақ сізден бірінші рет естіп тұрмын. Уақыт келе ол өзі мына организмге бітісіп кетеді дейді ғой, сіңіріліп кететін нәрсе. Гиалурон қышқылы егер дұрыс салмаса, ол түйін болып қалады ғой, мысалға. Немесе миграция жасайды, оны қыздарымыз біліп жатады. Ерінге саламыз біз мысалы. Енді ерінге 1 мл салады, енді ол әрі кетсе. Ал енді біз мүшеге оны жуандату үшін бірнеше саламыз ғой. Сондықтан ол жерде дұрыс біріншіден маманға түсу керек. Оны біз әрине жасаймыз. Екіншіден, полимолочная кислота бұл адамның организмына более приближенный дейді ғой. Сонда ол өндіреді ме, не істейді? Ол өндірмейді, ол қышқыл уақыт келе сол жерде бітісіп барып эффект береді. Егер гиалурон қышқылын біз операциядан кейін міне до, міне после деп көрсететін болсақ, операциядан кейін. ал егер де полимолочная кислота бұл уақыт келе осылай өз нәтижесін береді. Одан бөлек әрине енді біздің ер азаматтарымыздың көбісі жас келуіне байланысты бұл эректильді дисфункция, иә. Одан қоса мынау қант диабетімен ауыратын, артериялық давлениесі бар ер азаматтарымыз болатын болса, мүшенің әлсіздігі пайда болып, ол кезде әрине біз енді имплант қоятындай жағдайға да барамыз. Гиалурон қышқылын сонда сіздер кәдімгідей наркоз салып операциямен жасайсыздар ма, жоқ әлде жергілікті егу арқылы жансыздандырып бірнеше миллиграмм гиалурон қышқылын құясыздар, иә? Иә, бірнеше миллилитр саламыз гиалурон қышқылын. Бұл енді жергілікті анестезиямен де жасалады, немесе пациенттің қалауы бойынша жалпы анестезиямен де жасауға болады. Адам ұйықтайды, бірнеше минуттардан кейін орташасы 40-50 минутты алады, 1 сағатқа жуық. Сол уақыттың ішінде операция біткеннен кейін адам қайтадан оянады. Енді ол егер де ол қорқатын болса, адамның индивидуалды өзінің қалауы дейсіз. қалауына байланысты. Бірақ қазір енді осындай сұлулық немесе жаңағы тәнімізді өзгертетін түрлі операциялардан летальды оқиғалар көп болып жатыр. Сондықтан жаңа ұйықтататын общий наркоз десе бәріміз қорқып қаламыз. Одан кейін жаңа гиалурон қышқылын салғаннан кейін ер адам үшін бұл дискомфорт әкелмей ме? Кіші дәретке баруына, күнделікті өмір сүруіне? Ешқандай ол кіші дәретке баруына, оның өміріне ол ешқандай зияны жоқ. Себебі гиалурон қышқылы, ол айтып жатырмыз ғой, 1-1,5 жылдан кейін ол өзі адам денесіне сіңіріліп, ол жоқ болып кетеді. Бұл жерде айта кететін нәрсе эстетикалық тұрғыдан, немесе өзінің қалауы, психологиялық тұрғыдан шығар. және өзінің жаңағы уверенность дейді ғой, қалай? Өзіне деген сенімділікті арттыру үшін, иә, немесе ол қажеттілік те болуы мүмкін. Ол барлығы ол тек қалаумен болмайды. Кейбір пациенттерге біз айтып жатамыз, өзіміз ұсынамыз. Себебі ол мүшесі микропенис деген диагноз бар. Ол сол диагнозға сәйкес келетін. Яғни
11 сантиметрге дейін мысалға 5-6 сантиметр болатын болса, ер адамдар өздері келіп жатады. Не істеуге болады деп. Біз сол кезде осындай ұсыныстарды, Мгм. әдістерді ұсынамыз. Мгм. Батыржан мырза, жаңа микропенис деп қалдыңыз. Бұл неден пайда болады? Тұқым қуалайды ма? Жоқ, ағзаның жаңағы мүмкін ананың жатырында жатқан кезде дұрыс дамымауынан ба, әлде дұрыс тамақтанбаудан ба, дұрыс күтінбеуден ба, немесе дер кезінде ұл баланы біз урологқа апармауымыздың себебі ме? Иә, өте актуальды сұрақ, себебі қазіргі балаларды да қабылдаймын ғой. Приемның кезінде балаларды қарасам, көбінесе артық салмағы бар. Қолында кириешки чипсы, бір қолында кола. Солай 5 жасар баланы алып келеді. Томпитіп дейсіз ғой. Томпитіп. Әжесі аузына тамақты салады. Енді әрине ол жақсы, бірақ бұл артық салмақ, өздеріңіз білесіздер, мүшеге де әсер етеді. Себебі біздің іш қуысында орналасқан мынау подкожно жировая клетчатка дейді ғой, яғни май қышқылдары, ол мынау шап аймағына да әсер етеді. Сондықтан ол мүшенің өсуіне де кедергі жасайды. Әрине, ол енді алдыңғы жолы бір пациент алып келіп, әкесі отырып айтады, мені де қарай салыңызшы, может менікі де кішкентай ау деймін деп. Тұқым қуалайды ма деп ойлап тұр ғой енді. деп ойлап тұр. Мен айттым, әрине келіңіз қарап берейін. Бірақ әкесінде ол норма. Мен айттым, сіздікі норма, бірақ балаңызда осындай ақау бар. Деген сияқты. Себебі ол енді скрытый половой член дейміз ғой. Мынау мүшенің жатыр қуысында қалып қоюы. Мынау іш қуысында қалып қоюы. Оны дер кезінде шығаруымыз керек, иә? Иә, оны дер кезінде шығару керек, себебі мүше ол белгілі бір кезеңге келген кезде өсіп бастайды, ол өзі тоқтауы бар, сондай бір кезеңдерден өткен кезде ол маңызды. Сол нәрсені өткізіп алмау керек. Негізі ер бала дүниеге келген кезде ол барлық роддомда неонатолог дәрігерлер бар. Неонатолог дәрігер бірінші кезекте баланың жаңағы кіндігі кесілгеннен кейін, оның өкпесі, жүрегін тыңдағаннан кейін міндетті түрде оның мүшесін де қарайды. Яғни жұмыртқаның орнында болуы немесе мүшесінің дамуы. Себебі жатыр ішінде ұрық дамитын кезде қай бір сәби болмасын, бірінші кезекте ол әйел тектес мүшенің қалыптасуы болады. Содан кейін барып айтып жатады ғой, 16 аптадан кейін барып анықталады. Екінші УЗИден кейін айтамыз дейді ғой. Айтамыз деген сияқты. Сол кезде барып анықталатын неге дегеніміз, себебі көп балаларды қазір көріп жатырмыз, ақау мүшесінің басқа типтес болуы, немесе оның қыз туылған кезде көбісі ер бала деп ойлаған, былай қараса, акасы генетикалық ол қыз болып шыққан, немесе қыз бала деп ойлаған, ол ер генетикалық болып шыққан деген сияқты, ол генетикалық ақауға жатады. Ал енді микропенис дегеніміз енді әрине бұл енді үлкен проблема, бірақ енді оны шешу жолдары бар. Ол бірнеше жаңағыдай операциялық лигаментотомия болсын, немесе 3 компонентті имплант қою арқылы деген сияқты осындай шешу мәселелері бар. Ал енді біздер мынау шетелдердегі жігіттердің қыз болып жаңа трансвестит деп айтып жатамыз. Олар сонда әлде бір операция жасағандар ма? Жоқ. Мен өзім тәжірибемді айта кетейін осы орайға қарай. Осыдан бір 6 ай бұрын маған бір 18 жасар ер бала келді. Арнайы басқа қаладан келген екен, алдын ала онлайн маған Инстаграмға жазды. Ол жігіт айтады, дәрігер, сіз гормон тағайындай аласыз ба? Мен айттым, иә, егер де көрсеткіштері болса, біз тағайындаймыз. Арнайы Астана қаласына приемға келді. Келген кезде оның запросы дейміз ғой, яғни оның қалауы, мен қыз болғым келеді, мен осындай жасатқым келеді. Омыраудан бөлек мүшесін алып тастағысы келіп тұр. Ол мүмкін бе алып тастау түбегейлі? Әрине, қазіргі таңда енді мынау транс адамдар шетелдерге барып жасалады операцияны, себебі Қазақстанда бұл нәрсе жоқ, иә? Запрет. Енді заңмен қудаланады, себебі білесіз, енді ол жауапкершілік қой. Сондықтан 18 жасар ер жігіт, біз барлығын тексердік, гормондарын көрдік. Және ол жерде психиатрдың консультациясы керек. Себебі ол маған келген қалауы, ол адам сау болу керек. Егер де ол аффектті жағдайда, немесе шизофрения болса, невменяемый болып өзі решение қабылдап,
мен оны операция жасап алып тастасақ, олай болмайды. Сондықтан мен оны психиатрдың консультациясына жібердім. Әрине ол психиатр ол нәрсеге қарсы деп айтты. Себебі ол өзін таныстырған кезде отбасында көптеген проблемалардың болуына байланысты сондай жағдай алып келген екен. Ал енді ол қазіргі таңда осы өмірде болып жатқан нәрсе, сондықтан ата-аналардың енді қадағалауы ғой бұл нәрсе. Себебі 18 жасқа дейін солар қарайды ол нәрсеге. Жауаптымыз ғой. Жауапты. Соларға қарап, олардың мүшелерін енді әрине үлкен болған кезде олар қаратпайды. Бірақ оны дәрігерге әкеліп қаратуға болады. Дәрігер ол басқа кісі болғаннан кейін Қаратпайды, суға да түсіртпейді, қашады ғой енді. Иә, олар енді есейдім деп ойлап қаратпайды ғой ата-анасына. Ұялады, немесе есейдім деп ойлайды. Ал дәрігерге ол қаратады. Ол келеді, біз анықтын айтамыз. Батыржан мырза, енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, кез келген жастағы ер адамдардың көбісін әйелдері сүйреп әкеледі, әйелдері жазады деп. Сонда біз заман дамып жатыр, техника, технология бәрі дамып жатыр. Неге біздің жаңа медициналық тұрғыда сауаттылығымыз дамымай тұр? Енді бұл әрине өте өзекті мәселе. Қазіргі таңда осы жүрген жерімізде айтып жатырмыз, жыныстық сауаттылықтың жоқтылығы. Мен өзім мынау 2017 жылы шетелге тағылымдамаға барған кезде осындай дәрігер отырып, біз сол жердегі мектепке бардық. Ол айтты, жыныстық сауаттылық бойынша біз осындай сабақ өткіземіз. Барып, мүше қаптың қандай түрлері бар, оны қалай дұрыс кию керек. Сол кезде әйелдерге, қыздарға арналған мүше қаптың бар екендігі. Көрдіңіз бе, 2017 жылы сондай нәрсе көрген кезде ол біз үшін, даже біз барып тұрған маман дейсіз ғой. Маман болып барып тұрған кезде біз қысылып ұялғандай болдық. Мектеп балаларының алдында солай. Бірақ ол енді қажеттілік. Себебі оның жоқтың әсерінен көптеген бұл енді табиғи нәрсе, физиология, ағза. Солай қарауымыз керек қой, біз? Жыныстық сауаттылықтың жоқтығы, әрине ол енді қазір көп ата-аналар айтады, оны мектеп айту керек дейді, мектептегілер айтады, ол біздің міндетіміз емес, оны ата-анасы айту керек. Әрине бұл жерде ата-ана айту керек, себебі осындай тәжірибеде кездескен жағдайларды көргеннен кейін көңіл все равно қынжылтады ғой. 22 жастағы бала келіп маған, мысалға, ол ешқашан ол 47 хромосомасы бар екен, оның генетикалық ауруы бар екендігін, және оның ешқандай балалы болмайтындығын біліп, 22 жасында сондай шок болады. Ал енді оны дер кезіне анықтаса, оған гормонотерапия жасаса, оған қол көмек көрсету керек еді. Сондай жағдайды көрген кезде, әттеген-ай деп, мен ары қарай эндокринолог маманына жіберіп, өмір бақилық осындай гормондық терапияға біз отырғызамыз. Себебі ол қажеттілік. Менің мамам 40 жыл мектепте ұстаз болған, қазір зейнетте ғой, сол кісі маған айтады, енді осы денсаулық тақырыбын жақсы көретінді біледі ғой. Жалпы біздің мектеп бағдарламасына бір пәнді енгізу керек дейді, адам ағзасы деген. Сонда бала кішкентай кезінен бастап ағзасында қандай мүшелер бар, олар қалай жұмыс істейді, соның бәрін таныса, бәлкім біздің ұлтымыз көбірек ұзағырақ өмір сүріп, денсаулыққа, аурудың алдын алуға деген жаңағы біліміміз артатын еді деп. Мысалы, сіздер дәрігерлер оны мединститутта оқып бастайсыздар. Егер біз мектеп қабырғасынан анемия не екенін білсек, тромбоцит не екенін білсек, күшті ғой, организмімізді танимыз да, барамыз, тексертеміз. Ал біз ойлаймыз, дәрігерге барсақ, ол кісі бізді жазып береді, ғажайып дәрі береді, ғажайып әдіс біледі, 100% айығып кетеміз деп. Енді мектеп кезінде біз енді барлығымыз биология пәнін оқыдық. Биология пәнінде енді өсімдіктер, жануарлар, ботаника, екі параққа ол жерде адамның ағзасы жайлы жазылғандар болды. Өздерің оқып алыңдар дейді ғой ұстаздарымыз біздің сол жерге келген кезде сөйтіп айтатын. Енді бәрі қыздар, жігіттер болып ұялып, мектепте солай болатын. Енді мектеп кезінде валиология сабақ болады, әрине ол салауатты өмір салты, таза ауамен нету деген сияқты. Олар енді әрине керек, бірақ бір осы сіз айтып жатқандай бір ұсыныс тастап айтылса, ол мектеп бағдарламасына енгізілсе, әрине бұл үлкен жоғары класс сыныптарда болса,
Күшті ғой ол, мысалы кез келген бір жеріміз ауырып, анализіміз дұрыс болмай қалса, дәрігер бізге не айтып отыр, қандай дүниені қалап отырғанын түсініп тұрамыз да, қажет. Әйтпесе дәрігерге барамыз, кіреміз, не айтқанын есікті жапқаннан кейін ұмытып қаламыз. Не Ол айтып енді еді деп. урология, гинекологияға қатысы болмаса да іш Барлық құрылысы, дәрігерге, иә. бауырдың, жаңа бүйректің қай жерде орналасқандығын, соларды да білмейтін кісілер келіп жатады. Әрине біз енді барлығымыз оған жаңағыдай танытып жатамыз ғой, Мгм. түсіністік. Бірақ енді ол нәрсе енгізілсе, әрине күшті болушы еді. Мгм. Батыржан мырза, сіз мысалы айналаңызда туыстарыңыздың, достарыңыздың арасында жүрген кезде жігіттер, ер азаматтар консультацияға келмеген дүниелердің бәрін өмірде көргенде сұрайды ма? Иә, әрине өмірде көргенде сұрайды оны. Енді әр нәрсе құпия болып қалады. Приемда болған нәрсенің біз оның аты кім екенін, оның фамилиясы кім екенін сол жерде біз ұмытып кетеміз. Оны біз ол проблеманы үйге апармаймыз. Ұялатын нәрсе жоқ. Кабинетте сол жерде барлығы қалады. Бірақ осындай есте қаларлық жағдайларды әрине жүрген жерде айтып жүреміз. Себебі бұл енді актуалды проблема, және көп енді достарымыз бар, барлығы айтып жатады, уролог дәрігерсің ғой, ұлымыз бар, қарап жіберші. Немесе жаңағы әкем бар еді, жаңағы дәретке шығу қиындап жүр деген сияқты осындай өздерінің сұрақтарын қойып жатады. Енді көбінесе балалардың ақаулары да бар, онымен қоса мынау қазір зейнетке жеткен ер азаматтардың өзіне қарамандығы ма, немесе туыс жақындарының қарамандығынан ба, көбінесе ер азаматтарда болатын, әрине бұл енді гиперплазия ғой, простатаның аденомасы деп айтып жатады, қарапайым тілмен айтқанда. Оны мынау 50-60 жастан асқан ер көкелеріміз, аталарымыз жақсы біледі. Түнде дәретке тұруы, бірнеше рет тұруы, оны көбісі айтпайды. Оны құпия түрде санайды. Баласынан ұялады айтуға. Кімге айтады? Ешкімге айтпайды. Және жаңа скринингті бағдарламаны алып тастады. Ол мемлекетте ол жоқ. Пыса тапсырып бұрынғыдай ер азаматтарды ешкім шақырмайды. Тек қазір анау тікшектің онкологиялық ауруын тексереді. Сүт безінің обыры бар, жаңағыдай жатыр мойнының обыры бар әйелдерге, немесе колоректаль рак дейміз, жаңағы ішек құрылысының. Енді сол мәселе үлкен мәселе, себебі бұл жерде өмірдің сапасы қиындайды. Оны кімдер көтеру керек? Урологтар мүмкін. Ер азаматтар түнімен, например, 60-тан асқаннан кейін бірнеше рет туалетке баратын болса, кіші дәретке, ұйқысы қанбайды. Ертесі күні ұйқысы қанбай тұрады. Сосын жүйкесі жұқарады. Ол өзін әлсіз санайды. Сол сияқты көптеген мәселелер бұл жерде туындайды. Ол емделеді ме сіз айтып отырған? Әрине, өзінің арнайы дәрілік препараттары бар. Оны біз деңгейі бойынша анықтаймыз. Бірінші, екінші, үшінші деңгейлі деп. Оның операция жасайтын өзінің көрсеткіштері бар. Егер размері бұл қуық асты безінің объем дейміз ғой, өлшемі, көлемі, енді бұл 20-25 кубический сантиметр болу керек. Егер одан асатын болса, бұл енді табиғи құрылыс болып саналады дедік қой. Бірақ енді біз қазір көріп жатамыз, ер адамдар келеді, УЗИ жасаймыз, 100-130 кубический сантиметр. Ол міндетті түрде операция жасауға көрсеткіш. Себебі зәрдің шығуы қиындайды. Себебі қуық асты безінің астында орналасқан мүше, қуықтың астында орналасқан қуық асты безі. Дәреттің шығуына бірден бір әсер ететін нәрсе. Ер адамдардың ең әуелден бастап келмейтіні бұл меніңше қорқу сияқты. Былай өмірде қарағанда, жаңа жауға шапқанда, спорттық ойындарға келген кезде сондай ер жүрек, батыр санағанмен дәрігерлердің алдына келуге, тіпті шағын жаңағы укол дейміз ғой, соның салдырудың өзіне қорқады ғой. Бұл өзі сол бүкіл ер адамға берілген тән қасиет сияқты, мінез ба не? Сондықтан енді әйелдерімізге де айтып жатамыз ғой, көбінесе приемға келгенде айтамыз, тіке айтпаңыздар, енді ер адамды қорқытпаңыздар біріншіден. Екіншіден, тіке айтса, ер адам ол өзін әлсіз санауы мүмкін. Әлсіз, ешқашан ер адам өзін санағысы келмейді. Сондықтан басқашалай жеткізіп, астыртын айтып, күйеулеріңізді приемға жіберсеңіздер болады.
Неге біз бүкіл жауапкершілікті әйелдерге жүктей береміз? Баланы туу, баланы бағу, айналып келгенде күйеуінің уролог дәрігерге тексеріліп, денсаулығын Енді қарау өздері үшін де келмейді ғой. әйел жауапты, иә. Сондықтан да ер азаматтар мықты болыңыздар. Сіздерге қарап біз керісінше еркелеуіміз керек. Сіздерді урологқа біз сүйремеуіміз керек. Өздеріңіздің денсаулықтарыңыз үшін өзіңіз бару керексіз ғой. Ең басты мәселе осы. Сондықтан бұл өте көп пікірталасты тудыратын дүние. Ертең комментарийда көп болуы мүмкін осыған байланысты. Батыржан мырза, қазір енді жастардың арасында салауатты өмір салтын ұстанатындар бар, әсіресе дене сымбатына көп мән беретін жігіттер бар, иә. Ол мына иық бұлшық еттері, мына білегін көрсеткенде күшінің шығып тұру үшін түрлі ақуыздар, коктейльдер, тестостеронды көбейтетін витамин, баттардың түрін ішеді. Бұның барлығы ер адамның денсаулығына табиғи жолмен өнетін тестостеронның мөлшеріне әсер ете ме? Әсер етпейді. Етпейді, Қазір енді ондай жаңағы рас айтып жатсыз, өте көп спорттық дейміз ғой, иә. Ол жақсы бір жағынан, иә. Сияқты әрине жақсы, өз денсаулығына қарау керек. Бірақ біз кей жағдайда баланс деген нәрсені ұмытып кететін сияқтымыз. Шектен шығып Шектен шығып. Біресе былай, біресе былай дейсің. Қазір біле білсеңіздер, тестостерон бұрын соңды оңды солды аптекаларда сатылатын. Қазір тестостерон барлық гормон заместительный терапия дейміз ғой, ГЗТ. Солардың барлығына заң жүзінде Қазақстан Республикасы шектеу қойып, бет алды сатудан қазір қорғайды. Себебі барлық спорттық фитнес болсын, қандай да бір тренажерлық залға барса, әркім өзіне өз дәрігер, барлығы тестостерон салып алып көмектеседі деп ойлайды. Оның кері әсерін ойламайды. Себебі ол тестостерон сперматозоидтың өндірілуіне әсер етеді. Кеше өлдетеді ме? Заместительная терапия, иә. ГЗТ-да отырған тестостеронның біз түрінше бөлеміз оларды. Тестостерон пропионат, олардың жаңағыдай энантат деген сияқты аптасына бір рет, айына 2 рет алатын түрлері өте көп. Оны гель түрінде бар, дәрі түрінде ішуге болады, оны инъекция түрінде егуге болады. Түрлері өте көп. Бірақ соған құнығып, өзіне өзі дәрігер болып, немесе білімі жоқ бір фитнес тренер айтты екен деп басқа нәрсеге жасамау керек. Міндетті түрде дәрігердің кеңесі керек. Демек, ол кәдімгі табиғи жолмен өндірілетін тестостеронға кері әсерін тигізеді. Әрине, себебі ол адамның организмінен тыс ендіріліп жатқан нәрсе. Организм ойлайды, тестостерон өндірмей қояйын, керек емес екен. Ұйықтайды сосын дейсіз. Ұйықтайды, өзінің тестостероны түседі. Ал сырттан келіп жатқан тестостерон өте жоғары көрсеткішті көтереді. Себебі біз кейде көріп жатамыз, чекап өткен кезде ер азаматтарымыз анализ тапсырады, мен қарап айтам. Либо мына жерде ол гормон қабылдайды. Бізге айтпай отыр дейсіз. Иә, себебі бұл шамадан тыс тестостеронның болуы ол енді тән емес. Өзінің көрсеткіштері бар ол. Сол нәрсенің арасында болса, немесе сәл асса, біз жақсы деп айтамыз, немесе ол 2 есе, 3 есе, 4 есе көтеріліп жатса, значит ол адамның организмінен тыс келіп жатқан тестостерон. Бұл ГЗТ препараттарын қабылдаудың әсерінен. Жаңағы аппараттарды тестостеронды табиғи жолмен емес, ішіп инъекция арқылы бұлшық еттерін өсірген жігіттердің уақыт өте келе ол бұлшық еттері қайтадан бұрынғы қалпына келуі мүмкін бе, жоқ солай әдемі формасы сақталған болып қала бере ме? Егер жаттығумен айналыспай қалса, әрине. Әрине, ол жаттығумен айналыспаса, бұлшық еттердің барлығы босаңсиды, себебі барлық бұлшық ет бұл жаттығуларды қажет етеді. Екіншіден, ол ешқашан ондай эффективность бермейді. Себебі тестостеронда отырғаннан кейін, одан кейін тестостеронды алып тастайтын болса, мына бодибилдердар тестостерон қолданып жүрген жігіттер біледі, тестостероновая яма деген нәрсе бар. Ол резкі тестостеронның құлауы. Мысалға препарат тоқтап тастады. Одан кейін жаңа сіз айтып отырсыз, дәріханада сатылмайды деді. Сатылмайды. Ол немесе оны тоқтатты. Ол өмір бақи қолданбайды. 30-35 жасқа өзінің денесіне қарап 40 жасқа дейін қолданса қолданады, 40 жасынан кейін не деп қолданады оны? Соны тоқтатса, өзіндік тестостерон өндірілмейді. Ол уже ұмытып қалған. Рецепторлар жұмыс жасамайды. Демек, ол жыныстық қатынасқа түсе алмауы мүмкін. Жыныстық әсерге де әсер етеді, сперматозоидтарға да әсер етеді. Біз міндетті түрде айтамыз, егер сен ГЗТ-ға гормон заместительный терапия қолданғың келсе,
алдағы 6 ай бойы бала жоспарлай алмайсың. Бітті, ұмыт дейсіз ғой. Себебі ол міндетті түрде сперматозоидқа әсер етеді. Оны М. қалпына келтіру реабилитациясы бар. Енді мен айтамын ер жігіттерге, сіздер бір олимпиадаға дайындалып, бір жаңағыдай бір Жарысқа чемпион дейсіз. болып дайындалсаңыздар, әрине қабылдау керек. Аха. Қабылдаңыздар, өздеріңіз қалауларыңыз. Бір күш жинаудың арқасында немесе бір қандай да бір көрсеткішке жету үшін. Бірақ олар қалпына келе алады М. жарты жылдан кейін. Ал күнделікті өмірде Астана қаласының өзінде де әрбір фитнес-центрде осындай болып жатқан нәрсе, ол енді Абайлау керек дейсіз абайлау ғой. керек. Кез келген нәрсенің Иә. нормасын білу керек дейсіз. Енді қарапайым болса да, кәдімгі элементарды бір сұрақ қойайыншы. Ер адамдар қандай іш киім кию керек? Ер адамның жаңа денсаулығына әсер етпейтіндей, дискомфорт жасамайтындай, өйткені қазір енді маркетингтің заманы түрлі түрсін көріп жатырмыз. Біріншіден іш киім ол демалатын материалдан болу керек. Иә? ХБ дейміз ХБ ғой. дейміз ғой, сондай бір материалдан болу керек. Синтетикалық материалдардан аулақ жүру керек. Екіншіден, тар іш киімдерді киюге біз кеңес бермейміз. Себебі бұл енді ұма жұмыртқаның орналасуы ол бос болу керек. Қан айналым жүріп тұру керек. Джинсидің өзі, иә? Джинсидің өзі. Немесе тар іш киім киетін болса, қазір енді әдемілікке байланысты тырыстырып киіп салатын болса, ол да әсер етеді. Үшіншіден, енді қазір іш киімдердің түрі бар. Енді қазір айтып жатырмыз барлығына. Бос іш киім киіңіздер, ер адамдар. Бұрын соңды әкелеріміз киетін іш киімдерден артығы жоқ. Бос іш киім киіңіздер. Бірақ мынау синтетикалық немесе қазір түрлері көп қой, мынау үшбұрыш Иә. сондайлардан аулақ болыңыздар деп. Кішкентай балаларға да солай кеңес бересіз, ұл балдарға. Ұл балаларға енді көбінесе қазір памперс, подгузник дейді ғой, мынау соларды өте енді кеш уақыттарға дейін киіп жатады. Сосын кішкентай балаларымыз қарасаңыздар 5-6 жастағы балаға әлі памперспен жүреді. Ондайлар да бар. Кейбір ата-аналар айтып жатады, балам төсекке әлі жіберіп қояды. Уже келесі жыл мектепке бару керек, баласы әлі төсекке жіберіп жүр түн ішінде. Ол енді энурез деген ауру ғой, урологиялық ауруға жатады бұл да. Сондай мәселелердің барлығын қарастырып, егжей-тегжей айтып түсіндіреміз. Егер де ол бала төсекке жіберетін болса, оған ұрыспау керек, онымен жылы сөйлесу керек, оның норма екенін үйрету керек, оның өзінің норма уақытысы бар. 5 жасқа дейін балалар болатын болса, ол норма. Ал 5 жастан асып кеткен балалар болса, әлі төсекке түнде жіберіп қоятын болса, ол норма емес. Әрине біз басқа жағдайларды алмаймыз, иә, қорқып қалса, немесе стресс жағдай болса, қатты ұйықтап қалса, енді ол әрине ондай Жиі болмаса дейсіз ғой, күнде емес. Ал күнделікті түнде бірнеше рет оған әке-шешесі ұрсып, неге жіберіп қоясың деген сияқты ұрсатын болса, ол балаға деген стресс, энурездің асқынуына алып келеді. Ол емделеді ме түбегейлі? Әрине енді түрлері белгілі жасқа келгесін көп. қою Бұл мүмкін, жерде біз бастапқы сатысында невролог, мынау мамандардың кеңесін қосамыз. Балалар неврологын міндетті түрде, одан кейін барып арнайы дәрілік препараттарды береміз. Оны өзінің үйрететін поведенческий терапия дейміз ғой, сондайларды кеңес береміз, қалай жасау керектігін. Содан кейін барып емделеді. Батыржан Сабырханұлы, сұхбатымыздың соңында ер адамдарға, ұл балаларға, ата-аналары назар салатын, есте болатын және ересек ер азаматтарға сізден енді топ 5 кеңес болсыншы. Бірінші кеңес әрине бұл балалардан бастайық. Балаларыңызды туылған сәттен бастап неонатолог дәрігерге көрсетіңіздер. Егер ондай маман жоқ болатын болса, міндетті түрде әрбір жергілікті емханаларда балалар хирург маманы бар, соларға апарсаңыздар болады. Егер де ондай маман жоқ болатын болса, әрине онда уролог маманын алып келген дұрыс. Екіншіден, баланы дұрыс сүндеттеу керек. Ол енді әрбір ата-ананың парызы, міндеті, баланы сүндеттеу кезінде дұрыс маманға апарған жөн. Оның сүндеттеудің қазір түрлері көп, хирургиялық, лазерлік деген сияқты. Оны енді жеткеншек бозбала болған кезде оның мынау төсінде емшектердің өсуі бар ма, гинекомастия деп жатамыз, иә, ол әйел адамға тән нәрсе, ол ер адамдарда болмау керек.
екінші жыныстық жетілу болып жатыр ма, бұл түктердің шығуы, Мгм. дауыстың жуандауы, немесе мынау шабаймандағы түктердің болуы деген сияқты бір маманға әкеп көрсетіп алған дұрыс. Одан кейін енді ол 18 жасқа толғаннан кейін ол ер азаматтар уже өздері сол жауапкершілікті алғаннан кейін міндетті түрде тексеріліп, жыныстық қыз бала болсын, ер бала болсын тексеріліп алған дұрыс. Жыныстық инфекциялар, спермограмма деген сияқты. Және отбасын құрар алдында. Мгм. Отбасы институты құламасын десеңіздер, ол нәрсе міндетті түрде тапсырылу керек. Және біз барлық қазір барып жүрген жерлерге айтып жатырмыз. Бұл енді заң жүзінде енгізілсе тіптен жақсы болушы еді. Мгм. Аурулар азаятын еді, себебі білесіздер, аурудың алдын алу бұл ең басты несі. Және 50-ден асқан азаматтар 50-ден ұялмасын десе. асқан азаматтар ұялмай келіп, өзі мойын жаңағыдай себептерін айтып, оның ем шарасын тауып, біз ем көмек көрсетеміз. Мгм. Урологиялық аурулардың жаңағы ер азаматтардың есейген кезде, зейнеттен кейінгі кезде мән бермеуін олар мүмкін кәрілікпен себеп ұштастыруы мүмкін. Менің жасым жетті, мүмкін организм, ағзамыз солай жұмыс жасап жатыр деп ойлауы мүмкін. Бірақ кез келген урологиялық ауруларды емдеуге өзінің комфортты жағдайын жақсартуға болады дейсіз ғой, иә? Иә, әрине. Мгм. Жақсы, енді сізге көп рахмет. Алда әлі де айтатын тақырыптар өте көп. Бүгін енді біз жалпылама тақырыпта әңгімелестік. Келесі сұхбаттарда бәлкім тереңірек сіздер ұсынған тақырыптар, сіздер мазалайтын дүниелер болса, ашық пікірталас жасауға дайынбыз. Рахмет назарларыңызға, келесі кездескенше. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.